Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қояйық. Сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Ана тілім ардағым, сөйлеу мәдениеті. Белгілі бір тақырып аясында әңгімелесуге, сөйлемдерді дұрыс құрауға, мәдениетті сөйлеуге үйренемін. 20-шы тапсырма ана тілі дегенде қалай түсінесің? Сұрағына өздерің сияқты балалардың берген жауаптарын оқып көрейік. Сабыр. Менің ойымша ана тілін білу адамның ең үлкен парызы. Себебі адам тілсіз ешкіммен араласа алмайды. Тіл болмаса, олар бір-бірін түсіне алмайды еді. Ана тілі адамның бойына ана сүтімен бірге енеді. Ана әлдейі арқылы тіл үйренеміз, сондықтан оны ана тілі деп атаған. Тілді де өз анаң секілді құрметтеуің керек. Күлпәш. Мен ана тілі дегенді анамдай қымбат, асыл дүние деп түсінемін. Сол себепті ана тілімізді құрметтеуіміз керек. Ерлан. Менің ана тілім қазақ тілі. Қазақ халқы өте батыр, жауынгер халық. Ата-бабаларымыз жаудан елі мен жерін қорғады. Қазақ елі өз тілінің жойылмауы үшін де күресті. Сондықтан тілді дұрыс түсініп, әр адам өз тілінде жақсы сөйлеуі үшін кітапты көп оқуы керек. Сымбат. Біз дүниеге келгеннен бастап анамыздың балапаным, ботақаным, айналайын деген сөздерін естіп келеміз. Сол себепті бұл қасиетті тілді ана тілі деп атаған. Оны бәрінен бұрын үйреніп, бәрінен бұрын білетін боламыз. Қай жауап саған көбірек ұнады? Себебін дәлелде. Сен де өз жауабыңды жазбаша білдір. Маған Ерланның берген жауабы қатты ұнады, өйткені ол ана тіліміз және қазақ тілі туралы, және қазақ халқы туралы, және ата-бабаларымыз туралы мағлұмат айтты. Сен де өз жауабыңды жазбаша білдір. Менің жауабым, сендер жазбасаңдар болады осы жауапты. Қазақ тілі ең жақсы, ең көркем тілдердің бірі біздің ана тіліміз. Біз ана тілімізді қатты құрметтеп, оны мейлінше жақсы ардақтауымыз керек. Және қазақ тілінде көп сөйлесуіміз керек деп ойлаймын. 21-ші тапсырма. Оқы. Ана тіліңді құрметте. Екі оқушы таласып қалды. Біреуі бұл сөйлемді хабарлы десе, екіншісі лепті сөйлем дейді. Оқушылардың арасында қандай диалог болуы мүмкін? Кімдікі дұрыс деп ойлайсың? Қасыңдағы парталасыңмен диалогқа түс. Бұл тапсырманы сыныптастарың қалай орындады? Бағала. 22-ші тапсырма. Оқып диалогты жатқа жаз. Қырманнан дән арқалап келген тауық үйрекке айтты: жем шоқыңыз, мархабат. Аш қалдық деп жаңа ғана қапыда ек, бауырым, саған жемің үшін рахмет. Осы диалогты балалар жаттап алып, кітаптың бетін жауып тұрып, дәптерімізге жатқа жазып аламыз. Және де осы өлең түріндегі диалогты парталастарыңмен немесе достарыңмен рөлге бөліп оқып, басқа оқушылармен де жарысқа түсіңдер. Қай жұп мәнерлі оқиды? Шығармашылық үзіліс. 23-ші тапсырма. Келесі беттегі диаграмма оқушылардың неше сөйлеу көрсеткіші берілген. Дұрыс әсерлі сөйлеу үшін оларға қандай кеңес берер едің? Оқушылардың сөйлеу көрсеткіші: 8 тез түсініксіз, 12 әсерлі түсінікті, 5 ойы шаршаңқы түсініксіз. Мен оқушыларға дұрыс сөйлеу үшін олардың әсерлі, түсінікті және өз сөздерін тиянақты сөйлеулерін ұсынар едім. Өйткені тез түсініксіз сөйлейтін болсаң, сенің сөзіңе біріншіден ешкім түсінбейді, екіншіден ол сөздің мән мағынасы да болмай қалады. Және де сен барлық ойыңды жинақтап, әрбір айтып жатқан сөзіңе мұқият болуың керек. Шаршаңқы сөйлемеуің керек. 24-ші тапсырма. Өз сөйлеу деңгейіңді бағалап көр.
Белгілі бір тақырыпта сөйлеу үшін алдын ала дайындаласың ба? Иә. Сөйлеуге дайындалғанда жоспар құрасың ба? Иә. Не сөйлейтініңді жоспарға сәйкес реттейсің бе? Иә. Сөйлегенде ойыңды дұрыс жеткізе аласың ба? Кейде. Ойыңды нақтылай түсінетін қыстырма сөздер мен мақал-мәтелдерді қолданасың ба? Жоқ. Сөйлегенде дыбыс үндестігін сақтайсың ба? Иә. Сөйлегенде сыпайы сөздерді пайдаланасың ба? Иә. Иә жауабына 2 ұпай. Кейде жауабына 1 ұпай, жоқ жауабына 2 ұпай. Осы жердегі балдардан сендер қаншалықты дұрыс әрі қаншалықты әсерлі сөйлей алатындықтарың туралы біліп алсаңдар болады екен. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақтың түсініксіз тапсырмалар болса, комментарияға жазсаңдар, мен келесі видеода міндетті түрде шығаратын боламын.